таныстық. Жақсы ой болса, қазір кабинеттегі сұрақтар бойынша бірінші өз білімін тексеріп, жалпы өткен сабақтағы тахауияттан өмірі мен күй аңызы әңгімесінің желісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Қазір әрқайсының өздерінің таңдап алыңдар. Сөйтіп сол бойынша жауап береміз. Сұраққа ашамыз, ойланып, сол сұрақ бойынша жауап береміз. Дайын бастаймыз. Өткен сабақтағы ал нұрдан бастаймыз. Жазушының алғаш көрген әңгімесі қалай айтылады? Күй аңызы. Дұрыс па балалар? Дауысын шығарып айтыңыз. Ары қарай. Айзат айтады. Жазушының «Боран» романындағы алғашқы атауы қандай? Жазушының алғашқы романының атауы «Дала сыры» болды. Боран романы бірінші дала сыры деген немен шыққан? Атпен шыққан. Жақсы отыралы. Ары қарай. Димаш. Қай жерде дүниеге келген? Тахауияттан Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шерқыз ауылында дүниеге келген. Жақсы. Маржан. Қандай шығармалар білесің? Тахауияттан Сәуле, Ант, әке мен бала, махаббат жолы және тағысы. Жақсы. Дұрыс. Еңлік. Шығарманы қандай мақалмен қорытуға болады? Қай шығарма? Күй аңызы. Күй аңызы әңгімесін қандай мақалмен қорытуға болады? Жақсы. Өнер алды қызыл күн немесе өнерлі өзге жүздер. Өнерлі өрге жүздеген өнер жұтамас байлық деген сияқты. Жақсы. Тахауияттан қай шығармасы 1960 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Дала сыры повесі мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Неліктен әңгіме күй аңызы деп аталады? Себебі әңгіме тарихтірген күйінің тарихы аңызы жайлы. Аңыз дегеніміз не ол жалпы? Аңыз дегеніміз бір шығарманың белгілі бір тарихи оқиға негізделіп айтылады. ол дейміз аңыз дейді. Яғни бұл шығарма күйдің күй жайындағы аңыз деген. Жақсы. Жұлдызай. Шығарманың негізгі идеясы не? Күй аңызы шығармасының негізгі идеясы өнер құдіреті оқырмандарға күй құдіретін көрсету. Жақсы. Сандуғаш. Тахауияттан жазушы, ақын, аудармашы және есімі елімізге белгілі қаламгердің бірі. Жақсы. Дұрыс. Дума. Тахауияттан білім алған оқу орындары. Тахауияттан алғаш ауылдағы мектептен білім алған 1940 жылы Абай атындағы Алматы педагогикалық институтына түсті. Жақсы. Нұрай. Нардың қандай түрі күйшіге қатты әсер етті? Нардың түрінің жүдеу болғаны және үлкен көздері екі күйшіге қатты әсер етті. Яғни қандай да еді ол? Ортасынан жауап бересің бе? Жазушы қақ күйшінің тағдырын дұрыс шешпеген. Жазушы қақ күйшінің тағдырын дұрыс шешпеген. Себебі бұл өмірде барлығы жұп-жұмырмен жаратылған. Бұл оқиға аңыз болғандықтан осы өмірде болған. Жоқ, мысалы әңгіменің аяғы қалай аяқталады? Райбек, соған сен жазушының сол әңгіменің аяқталуына сен қалай қарайсың деп сұрапсың. Мысалы әңгіменің аяғы қалай аяқталады? Естемес күйші бозінгенді идірсе де қыз оның заманның өткенін білдіреді. Қандай әрекет арқылы білдірді? Бұл желінің қыстырады. Нағым естиді? Нағым иегенін білдірмейді. Жақсы бала. Бүгінгі сабақта бағалау парағы бойынша бірінші біліміңді тексер дегенге 2 балдық жүйемен бағаламыз. Қазір барлығымызды жауап бердік. Яғни барлығымызда 2 балдан бар деген сөз. Соңында 10 балдық жүйемен сабақтың соңында қорытындысын шығарамыз. Түсінікті ғой?
дұрыс. Райымбек бұл шығарманың осылайша аяқталғанына келіспейді екен. Яғни жазушының шығарманы әңгіме осылай аяқталғанына келіспейтіндігі жақсы. Ары қарай енді келесі неге өтпес бұрын жаңағы тақырыпқа кіру үшін біз балалар тапсырманы орындайық. Бірінші, өзіндік тарихы бар күйлер бар ма? Ол қандай күйлер дейді? Сендерден сұрапты. Біз өткен сабақта, кіріспе сабақта бұл жайында айтқанбыз, жалпы өзіндік тарихы бар қазақ тарихында қандай күйлер бар, оған қандай күйлер жатады, сол туралы айтайықшы. Кім айтады? Жалпы ойымызды орындап алайық. Қандай күйлер жатады? Белгілі бір менің аңыздың белгілі бір оқиғаға байланысты туындаған күйлер бар, оған қандай күйлер жатады? Өзіндік тарихы бар күйлер бар. Оларға ақсақ құлан, кісен ашқан, нар үйдірген күйлер. Тағы да ақсақ құлан жақсы. Яғни бұл күйлердің несі бар екен? Түсіндіріп айтшы. Бұл күйлердің өзіндік тарихы бар. Олар белгілі бір оқиғадан шыққан күйлер. Белгілі бір тарихи оқиғаның негізінде пайда болған өнер туындысы болып есептеледі. Жақсы балалар. Онда ары қарай бүгінгі енді сабақ дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі жазамыз. Сабақтың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесі. Бүгінгі тақырыпқа байланысты оқу мақсатымыз көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу оқу мақсатымыз. Енді осы оқу мақсатына жету үшін бүгінгі сабақ мақсатында Естемес, Оразбек, Жаңыл және Жаңыл әкесі. Жақсы. Шығарма кейіпкерлері жаңағы Ленеттің айтқандай кім екен? Оразбек және Қарақшы екен. Жақсы балалар. Енді осы шығармадағы негізгі кейіпкерлерді анықтауға тура және жанама мінездеулерді біз жіктеуіміз керек. Қазір енді сол бойынша біз тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аудармас бұрын біз мынау әдебиет теориясы бойынша әдебиет теориялық ұғымдарға еске түсіріп алайық. Бірінші жалпы мінездеу дегеніміз не? Мінездеу дегеніміз әдеби кейіпкерді таным түсінігімен мінез құлқын таныта, даралай суреттеу деп айта береміз. Ал енді оның екі түрі болады екен. Тура мінездеу, одан кейін жанама мінездеу. Тура мінездеу дегеніміз кейіпкердің мінез құлқын айнытпай, сол қалпында не істейді екен? Баяндайды екен. Ал енді жанама мінездеуде сол кейіпкерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы көрсетеді екен. Яғни кейіпкердің бейнесін солай ашып көрсететін болса, ол не болады екен? Бұрын сабақтарда да біз не істедік, бұл бойынша жұмыс жасағанбыз. Енді бүгінгі «Күй аңызы» әңгімесіндегі кейіпкерлердің бейнесін ашу үшін қазір сендерге бірінші тапсырманы беремін. Бірінші тапсырмада жұптық тапсырма. Біз қазір қасымыздағы жұбымызбен бірге жұмыс жасаймыз. Бірінші жұптық тапсырмада балалар. Мына жерге қарасаңдар, мән берсеңдер, кубизм әдісі бойынша орындаймыз. Жұптық тапсырманы дұрыс орындайтын болсақ, 2 балл аламыз. Түсінікті ғой? Бірінші суреттеңіз дегенді кім? Думан менен Емді. Ары қарай салыстырыңыз Райымбек пен Нұрай. Зерттеңіз Нұртілеу мен Айзат. Ары қарай қолданыңыз Нұрдана мен Димаш. Және
жазамыз. Мына тапсырманы аламыз, дәптерге жазамыз, сөйтіп дәптерге орындаймыз. Сосын барып, жұбымызбен ақылдаса отырып орындаймыз. Бірге, сосын барып, бірге қорғаймыз сол жұмысты. Түсінікті ғой, иә? Көрдік тұрма тақтадағы жазу балы? Көрінбесе айтып берейін. Нұрдана сенікі? Жазып көрді ма? Екі күйші өнерлерін бірдей салыңдар деген қыз сөзінің сырынан нені аңғаруға болады сендерді. Нұрдана мен Димаш сөздеріміз. Нұрым сендерді қалдаңыз. Естеміздің кеткен шаңдырымды жігіт баларым екен деген секемшілдігін нені білдіреді. Талдап көрсетеміз. Дәптерге жазып орындаймыз. Бірінші жүкпенен бірігіп отырып жазамыз. Сосын соны дәлелдеп ортаға саламыз. Дайындалып алып жұптарымен жұмыстарын айтып болсам, қорғауды бастаймыз. Бұл жерде танымалардың күйлер сынып тұрады. Күйлер сынып егені тұрады. Жақсы тағы зерттейміз. Басқа қандай сөз болуы мүмкін. Екі жұпты толықтыратындар бар ма не бойынша? Зерттейміз деген бойынша. Толықтыратын адам бар ма? Жалпы жазушының бұл әңгімені жазуына не себеп болды дейді. Жақсы отырады. Ары қарай кім дайын қарады? Қайсы? Димаш сен қолданма. Екі күйші өнерлеріңізді бірдей салыңдар деп айтуының себебі Жаңыл Есеневтің әкесінен салған қолғасын естіп қойды. Сол себептен Жаңыл осындай шарт айтты. Оның себебі Жаңыл Есеневті тұрмысқа шыққысы келмеді. Сондықтан Жаңыл есіне қарап осылай айтады. Сөйтіп Есенев күйшінің күйі марды іздеді. Бірақ Жаңыл қардың жерінің
естеміз жаңылды түсініп заманның өткен үлкен қойып Оразбекке ажырағын сен тарт деп домбыраны береді. Оразбек күйді жалғастырғанда жаңылдың артын жерін босатып шөп шелекке сауылдап құйыла берді. Жақсы, өте жақсы, иә. Яғни бұл жерде жаңылдың сөзінің астарында қандай ой бар екен? Жаңағы Димаш айтқан. заманның білдіруі болды және ол өзінің теңсіздігін Тең емес, иә. Жақсы. Оразбек қанша жасқа келсе де әлі не істемеген екен? Отбасы құрып, балалы болмаған екен, иә. Жақсы, өте жақсы. Ары қарай. Суреттеңіз. Естеміз жасы 50-де Қандаймыз балар? әдемі, дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, ішінде өткір қоңыр көзі биік қабағының астында терең ұялаған қарымес кісі. Жақсы. Бұл шығармадағы кімнің несі? Естеміздің бейнесі, иә? Портреті дұрыс туралы. Жақсы. Ары қарай. Кім? Нұр. Жаңа бізге Нұрдана менен Димаш керек. Қалдамыз. Қандай бірінші сұрақ болайық? Естеміздің кеткен шаңдықты жібітіп алған деген секемшілдігін нені білдіреді? Жақсы. Кеткен шаңдырымды жібітіп алған кезде естеміз сынарды жүдеу кейін көріп, апырай, мына жарыларды жібіту қиын болады деп секем алып қалды. Алайда жаңылдың кері түйенің ойынан құшақтап сипағанын көргеннен соң қасында тұрсаң да алыстағы арманың жетсін. Күй қанатымен қуып көрейін деп нарды идіруге бел болады. Яғни, бұл жерде секемшілдігі дегенге не ойлауға болады? Нарды жүдеу көргеннен кейін Басқа тағы. Ол айттық қой жаңа, тағы бар. Жұлдызай? Кеткен шаңдырымды жібітіп алған екен деген секемшілдігі не айтуға болады? Бұл жерде қалай айтсам, Өзінің елуге келген іс-әрекетіне өзі сенімді болып тұр ма бұл жерде? жаңылдан айырылып қалғым келгенде күмән болды. Бірақ жаңылдың елесін көрген соң үміті оянды. Жақсы, сол туралы. Бұғанменен бұл жерде шаңдырлашы. Ары қарай. Жақсы. Ал Райымбек пен Нұрай. Райымбек, сен не астында оқисың ба? Естеміз елуге еңсеген әдемі дөңгелек қара сақалды өнерлі күйші. Және де естеміз елуге келсе де отау қонған өмірі тұрлаусыз қайтып оралар қазығы жоқ қар. Ал Оразбек тәрбиелі, талантты, естеміздің шәкірті. Ол жас әрі қатқыл өңді, байсалды, өмірі әлі алда жақсы жігіт. Екеуінің бір тәні ортақ қасиет. екеуі де талантты әрі өнерлі екі күйші. Ортақ қасиет екеуі де өнер адамдары екен, иә? Ал, Жұлдызай. Сөзге бесінші дәлелдеу. Малын өмірге елдеріне өмірде бар болмысқа қалай өмірде? Менің ойымша жан-жануарлар бар, күй құдіретін сезіне алады. Күйдің орындаушысы күйді терең жүрекке жеткізсе, бар тіршілік иесінің көңілін жібітері анық. Шығармадағы құрдасынан айырылған Бозімбелдің күйді сезініп ыңыранғаны, нардың қатып қалған қайыс жолын жұмсағаны осыған дәлел. Жақсы, өте жақсы. Яғни, өмірдің күйдің құдіретін осыдан байқауға болады, яғни, ботасы өлген Бозімбелдің өзінің, су алып кеткен Бозімбелдің сүтінің қайтаруы, бұл жерде өмірдің күйдің құдіретін осы жерден байқауға болады. Жақсы отырады. Соңғы жүк кім? Айтты қарыңыздар. Бұл жерде Жұлдызай мен Аңжан. Жақсы. Балалар, ары қарай келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмада біз шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеті мен портреттік мінездемесін салыстырып жазамыз. Қазір сендерге мынау тапсырманы беремін. Сол тапсырма бойынша кестені толтырып шығасыңдар.
кейіпкерді суреттеудегі автордың қалай көрсеткен соны жазамыз. Ал екінші жарнама мінездеуге кейіпкерлерге қатысты бір жаңа айттық қой, бір белгілі бір оқиғаға байланысты, адамның ішкі көңіл-күйіне байланысты, кейіпкерлердің монологына байланысты айтылатын мінездемені деген екенбіз жанама мінездеу. Одан кейін қорытындыны өздеріне бастады. Мен таныған кейіпкер сипаты. Сен мысалы жанрды өзің қалай, қандай бір нақыл мәтелмен ба, бір нақыл сөзбен ба, бір сөз тіркесімен сөйлеммен болмаса бір ғана сөзбен қандай баға береді, сол бойынша жазып шығасыңдар. Түсінікті тапсырма. Бұл тапсырманы орындаған оқушыға егер де мысалы бірінші жанрды орындаса, оның жанрдың тура мінездеуі, жанама мінездеуі және сол жанр туралы сенің қорытынды пікірің мына жерде. Соны жазып шығатын болсақ 3 балл болады. Ал енді екеуін ғана жазса, ол кезде 2 балл. Түсінікті ғой? Параққа орындап береміз. Дәптерге сіз уақыттарды келтірмей қойды. Параққа орындаймыз. Өздеріңіз білесіңдер, қай кейіпкерді алсаңдар да өз еркіңізде. Асықпай жазып алайық, бірінші содан кейін сол бойынша
тура мінездеу, қою қара қасты, бүлдірген қара көзді, өгелі жүзді, қара торы сұлу қыз. Жанама мінездеу. Сәл еліп толтырмаш болғанса, әсем айсынан қыз бұлдырап, алыстап кетті кетеді. Сонан бұл жерді сағым арасынан саңғылық көріп, екінші болады. Мен таныған кеткі, мен жаңылдың әңгімді ақылдылығын мен сұлулығын айтамын. Қандай мақалмен? Ал ақылдың көркісін. Тура мінездеу. Жасы елуді алдындағы әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу, көркі қоңыр көзді, биік қабағының астында терең ұялаған кісі. Жанама мінездеу. Бір жылдан бері мен аңдамаған мінезім осы бүгін есепті-ау деп ойлады. Мен таныған кейіпкер сипаты, естелі сонау жасқа келсе де, жақсы өнеген, өте өнерлі, жасы келген биязы кісі. Естеміз жас қыздың өмірін çok сөйледі. Өнерді өнерден адам деп, болмаса мақсат үшін жүрмі осы? Бай бұл үшін не? Жүрма сондай ма? Жоқ, оның несі? Өнерді қатты Тура мінездеу. Жасы елуді алқындаған, әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу өткір қоңыр көзі, биік қабағының астында терең ұялаған қатыгез кісі. Жанама мінездеу. Жасы ұлғайып, қимылы ауырлап кеткен ұстаздың жас жігіттей құлшынып шыға келгеніне Оразымбет таңырқай қарады. Бір жылдан бері мен аңдамаған мінезім осы бүгін көрсетті-ау деп ойлады. Мен таныған кейіпкер сипаты, естеміз дарынды да қара өте жақсы. Яғни жанама мінездеуді көрдік қой, кімнің нұрының мысалы өте дұрыс болды. Себебі Оразымбеттің несі арқылы беріп тұр? Ойы арқылы, ішкі ойы арқылы, Оразымбеттің ішкі ойы арқылы естеміздің несі бейнесін көрсетті. Кейіпкер Жаңыл. Тура мінездеу. Жасы 16-17 шамасында қою қара қасты, мөлдіреген қара көзді, дөңгелек жүзді қыз. Жанама мінездеу. Сәл иіліп талдырмаш тұлғасы, әсем айсқан қыз бұлдырап алыстап кетеді. Сонан көкжиектен сағым арнасынан шыңғырлап келіп, еліктері шақырғандай болады. Мен таныған кейіпкер сипаты өжет қыз. Өжет қыз, дұрыс. Себебі өжеттігін қай жерден байқауға болады? Жаңылдың. Қай жерде байқаймыз шығармады? Кім айтады? Толып тұрып жіберейікші думанды. Өжет қыз дегенде қай жерден байқадық? Жаңылдың өжеттігін. Қандай әрекет арқылы байқауға болады? Оның өзі қалмаған адамға жұмысқа шыққысы келмегендіктен, әрі естеміздің көңілін ойлап, бірден сөзбен айтпай, іс-әрекетпен жеріне ұстап жеткізгенінен атауға болады. Өте жақсы. Яғни бұл жерден Жаңылдың әрі ақылдылығын, әрі өжеттігін байқауға болады. Жақсы. Кейіпкер Оразымбет тура мінездеу. Оның астында жауын мен қылаң бесті, үстіндегі өңіріне зер ұстаған көк мақау қамзол, талдырмаш бел, қызыл күдері белбемен қынай буған, басында төбесін көк мақпалмен тастаған құндыз бөрік. Жанама мінездеу. Жас жігіттің дауысы. Мен таныған кейіпкер сипаты, Оразымбет тәрбиелі, байсалды өнер адамы, әрі ұстазына сыйлы шәкірт. Мақал өнерлі баласы күнде. Тура мінездеу. Жас жігіттің дауысы аңсағанын көргенде қуанышқа шықты. Оның астында жауын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк мақпал қамзол, басында қымыз бөрік. Жанама мінездеу. Ердің артындағы ұзын қызыл қожырына шекпен қап кигізген домбыраның мойнына шығыпты. Мен таныған кейіпкер сипаты. Мен Оразымбеттің өнерлі, үлкенге құрмет көрсетеді, әдетті
тағдырын беруге танады. Жақсы. Дұрыс. Кім? Нұртана. Кейіпкер жаңыл тура мінездеу басына үкілі тақия киген талдырмаш денесі қыз шығып бұйдасын шешіп есік алдына қасқа байлады. Жаңама мінездеу сәл иылып талдырмаш тұлғасы әсем майысқан қыз. Мен таныған кейіпкер сипаты өзінің ақыллылығы арқылы күйші салған қолғаға келіспейтінін білдірді. Бұл жерде екеуі де тура мінездеу өкілген жоқ па? Нұрдана. Истеміз. Жасы елді алынған әдегі дөңгелек қағазында қабағының астында терең ұялаған аңыз түсті. Жанама мінез, көңілі жүдеу бейшараны жұмсақ алақанмен маңдайынан сипап, алыстағы бір болмашы үмітті ұстағандай елес берді. Мен таныған кейіпкер сипаты, түсінігі мол өнерлі кісі, өнерлі жігіт өте өнерсіз жігіт жүрсін. Жақсы. Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі тахауияттанудың күй аңызы әңгімесіндегі шығармасындағы кейіпкерлер бейнесі осы сабақтағы мақсатына байланысты шығармадағы тура және жаңама мінездеулерді анықтау, сол бойынша жұмыс жүргізу. Жақсы балалар. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды бекіту үшін мынандай сұрақтар дайындап келдім. Осы сұрақтарға біз өзіміздің ойымызбен, өзіміздің шығармадан алған әсеріміз бойынша, жалпы шығармадан түсінгеніміз бойынша біз өткен сабақта бүгінгі сабағымызда жалпы шығармадағы кейіпкерлер, олардың іс-әрекеттері, жалпы шығарманың мазмұнымен таныспыз, сол бойынша мына талқылау сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ: ботасы өлген аруана естемес күйшіге қалай әсер етті? Кім жауап береді? Бұл қай жердегі шығарманың қай кезеңіндегі оқиға? Жалпы ботасы өлген аруана естемес күйшіге қалай әсер етті? Кім дайын? Осы сұрақ бойынша. Екінші сұрақ оқиын. Оразымбекке қандай мінездеме берген болар едіңіздер? Үшінші сұрақ: күйшінің өтінішіне келіскен Жаңылдың әкесінің іс-әрекетін қалай бағалар едіңіз? Төртінші сұрақ: естемес қарт неге өз өмірін өзгертуден бас тартты деп ойлайсыңдар? Бесінші: Жаңылдың іс-әрекетіне көзқарасыңыз. Нанның түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қамшылар жағына қисая бастаған, тамыры қураған ағаштай сибіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәдір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Жақсы. Бұл жерде ботасы өлген аруананың естемес күйшіге қалай әсер еткендігі туралы айтып тұр. Жақсы. Екінші сұрақ: Оразымбекке қандай мінездеме бересіңдер? Кім айтады? Тез жылдамдылар, бала дәл қандай мінездеме береді Оразымбекке? Солсай айтшы. Оразымбекке қандай мінездеме бересіңдер? Оразымбек өнер адамы. Және де шығарманың бір бөлігінде біз оның үлкен сыйлап және мейірімді болғанын байқаймыз. Ол ұстаздың өмірге деген өкінішін толық тыңдап және оны жоғалтуға тырысады. Ұстаздың өкініші қандай? Оның 50-ге жеткенше, 7 жасқа жеткенше отбасын құрмағанын өкінеді. Жалпы жақсы. Отырау. Ары үшінші. Жаңылдың әкесі естемеске айтады, өзінің естемеске беретін сұлуы да жоқ екенін айтады. Сол арқылы артынша естемеске қарайды. Жануар күйге аңғарынатындай ойды. Егер менің нарымды едіріп берсең, сенің кез келген тілегіңді орындаймын дейді. Сол кезде естемес Жаңылға қарап, кез келген болғанды орындайсыз ба деп айтады. Енді сол іс-әрекетке сенің көзқарасың қандай енді? Әкесінің солай жасағаны дұрыс па? Әкесі уәде берген уәдесінде тұрды, бірақ дұрыс емес. Неге? Себебі қыз бұл жерде әйел теңсіздігі, қазақтың әр қызы өзінің қалаған адамына қосылды. Ойлайсың ғой, жақсы. Ары қарай төртінші сұраққа келейік. Естемес қарт неге өз өмірін өзгертуден бас тартты деп ойлайсыңдар? Қай жерде ол өз өмірін өзгертуден бас тартты?
естіңіздің жаңағы нағыз елдің соқтырған арқылы онан өзің қалмайсың біліп өз жолын оразым деп берді. Сөйтіп, бұл жерде не істеді ол өзінің жаңылдың естемісті қаламайтын білді, иә? Сондықтан да не істеді? Өзінің жолын оразым деп берді. Яғни өзінің тағдырын өзгертуге не істеді? Жақсы отырады. Ары қарай. Ең соңғы сұрақ қалайсың? Жаңыл өзінің естемеске тұрмысқа шығуға қарсылығын ақылдылығымен және айласымен білдірді. Ол нардың желін қысып ұстап, сүт шығармау арқылы айлаға бір жағынан ақылдылығымен қарсылығын білдірді. Өз бақытын Сен жаңылды құптайсың ба? Жаңылдың іс-әрекетін? иә, себебі жаңыл Өзінің болашағында, өзінің болашағы үшін күресте. Солай ма? Жақсы отырады. Жақсы бала. Онда ары қарай балалар бүгінгі сабақ бойынша қорытынды аяқталмаған сөйлем әдісі бойынша бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді бір сөйлеммен жеткізейікші кәдімгі сабақтың соңында. Қандай әсер алдыңдар? Осы сабақтан не үйрендіңдер? Сендер қай жерде қателестіңдер, болмаса қандай тапсырмасыға қиындық туғызды? Сол бойынша тез бір ауыз сөз айтайық. Уақыт болып қалады. Қазір бастаймыз. Кім бастайды? Бүгінгі сабақтан саған ерекше болғанын мысалы. Мен өзімді оразымбектің бейнесін ашылғаным үшін мақтанамын. Жақсы, дұрыс. Ары қарай. Нұрай. Бүгінгі сабақта күйеуіміз туралы толықтай таныстым және де әрбір кейіпкерлердің бейнесіне мінездеме беріп Енді мен жанама және тура сөйлемдерін жасай аламын. Мінездеулермен, тура және жаңама мінездеулермен жұмыс жасай аламын. Мына жерде бар ма ол? Ары қарай. Енді мен кубизм әдісімен толықтай жұмыс жасай аламын. Бұрында қолданып жұмыс жоқ. Басқа. Маған ерекше болғаны жұптық тапсырма. Жақсы, өте жақсы. Осылай айтайық та, кім сен шетім ал? Бүгінгі сабақтың өзі жақсы сынды, түрлі күйлерді білді, және күйдің қандай құдіретті екендігін Көзін жақсы отырады. Және тағы да Райымбек. Бүгінгі сабақта маған қиындық тудырғаны шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекеті мен портреттік мінездемесінің салыстырғанымыз Сол тапсырмасыға қиындық тудырды ма? Жақсы. Осындай тағы да тапсырма орындалса, не істейді екенбіз, оны ары қарай қол жеткіземіз ғой, орындауға, жақсы отырады. Ары қарай, Димаш сенші. маған ұнағаны, ерекше ұнағаны жаңылдың өзінің махаббат үшін күрескені, өзін естеміске қимай, оны үлкен санап, ақылдылығымен Таңдауы кім болды ол сонда? Оразымбек болды. Осыған байланысты мақал бар ма қазақтар? Қандай мақал? Ондай айтамыз енді, жақсы, ары қарай. менің түсінгенім махаббат Отыра ғой. қарамайды. Менің түсінгенім махаббат қолдауға қарамайды. Сонымен тағы да. Сандуғаш сенші, саған қандай ерекше әсер еткен сол? Отыра ғой. Маған бүгін жылсайды пікірім сипатталады және мен бүгінгі сабақта күйеуіміздің тақырыбын кейіпкерлер бейнесін толықтай түсіне білдім. Жақсы. Еңлік сенші? Маған бұл сабақта жұптық тапсырма болды және осы сабақта күйеуіміздің мына елдерген күйінің шығуды Жақсы балалар, онда олай болса, келесі сабақта біз үй тапсырмасын жазып алайық біттерімізге. Үй тапсырмасы бүгінгі біздің Тақауяқтардың күй аңызы әңгімесіндегі негізгі кейіпкерлер өзі
бар жоғы 4 кейіпкер бар, иә? Сол кейіпкерлердің біреуіне не істейміз? Хат жазып келеміз. Жақсы, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді бағалау парағы бойынша қорытынды шығарайық. Бүгінгі сабақта ерекше белсенділігімен көзге түскен Жұлдызайға 1 балл қоямыз, Нұртілеуге 1 балл қоямыз, және Тубанға 1 балл қоямыз, Айзатқа 1 балл қоямыз, Нұрымға 1 балл қоямыз. Сөйтіп қорытынды балл шығарамыз. Маржан, екінші тапсырманы сіз орындамадыңыз сіз. Орындамасаңыз қоймай кеттім. Яғни бұл жерде сенікі қорытынды баллың 7. Нұртілеудікі 10 балл, иә? Нұрайдікі де 10 балл болады. Нұрдананыңкі 9 балл, 8 балл. Нұрымдікі 9 балл. 4, 7, 10 балл. Айзат 3, 6, 7, неден ажетті? 2 балл бар емес па, иә? Сонда сенікі Райымбекке сабаққа төмендеу болып қалды бағамыз. Айзат бүгінгі сабақтағы қорытынды балымыз осындай болды. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды, тапсырмасы